Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде сендермен қорытынды 13-ші сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Чему я научился? Суретке қара және қай мультфильмнің кейіпкері екенін айт. Олар қандай киім киген? Посмотри на картинки и определи персонажи мультфильма. Во что они одеты? Бірінші суретте мысық етік киген. Екінші суретте Маша және Аю. Маша көйлек киеді. Үшінші суретте Алдар көсе. Алдар көсе шалбар киеді. Екінші тапсырма мәтінді оқы. Второе задание: прочитай текст. Менің сүйікті киімім. Моя любимая одежда. Менің жаңа көйлегім бар. У меня есть новое платье. Көйлегім қызыл түсті. Платье красного цвета. Көйлегім әдемі. Платье красивое. Қызыл көйлекті жиі киемін. Я часто ношу красное платье. Ол менің сүйікті көйлегім. Оно мое любимое платье. Төртінші тапсырма. Суреттегі шырындарды ата. Назови, какой сок на картинке. Бұл алма шырыны. Бұл қызанақ шырыны. Бұл сәбіз шырыны. Білгенге маржан, мақал мәтел. Пословица. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.